Өгей шешенің зұлымдығы. Ертеде бір байдың бір ұлы бір қызы болыпты. Екеуі де шешесінен жастай жетім қалады. Қызы үлкен, ұлы 2 жасар екен. Жылы өткен соң бай 2-ші рет әйел алады. Ол әйелі кісі етіне жерік болады. Бірде тоқал айтады: «Маған осы кішкене балаңды сойып бер» дейді. Бай баласын қимай, жылап еңіреп, не істерін білмейді. Үлкен қызы әр ауылға істі өге барады екен. Сонда әлгі кішкене інісі де апасынан қалмай еріп барады екен. Бір күні әкесі қызын айтады: «Шырағым, сен ауылға барсаң, інің мұнда қалсын» дейді. Қыз байқұс әкесінің әйеліне сойып беретінін білмей, інісін тастап кетеді. Қыз кеткен соң әкесі баланы әйеліне сойып береді. Әйелі баланың етін жеп болады да, сүйегін жуып бәрін бір жерге қояды. Бір уақытта қыз келсе, інісі жоқ. Үйілі тұрған сүйекті көріп, қыз бұл ненің сүйегі деп сұрайды. Әкесі жылап: «Шырағым, уақыт солай, әйелім сойып жеді» дейді. Қыз жылап, сүйектің бәрін жиып, бір ақ шүберекке түйіп, орманның ішіне барып бір ағаштың бұтағына байлап қояды. Бір уақытта әлгі сүйекке жан бітіп, ақ шымшық торғай болып ұшып кетеді. Ұшып келіп бір саудагердің арбасына қонады. Қонады да керуен басына: «Мен бір жыр жырлайын, ақысына бір уыс тебеніне берсең» дейді. «Жарайды» дейді керуен басы. «Әкем мені сой де кеш, апам аты қарлығаш, ақ шүберекке түй де кеш, тоғай басына қой де кеш, тоғай басы есіркеп, қанат құйрық бер де кеш» деп тебенін алып ұшып кетеді. Тағы да мүйіз сатқан керуенге келеді. «Мен бір жыр жырлайын, бір уыс мүйіз берсең» дейді. «Жарайды» дейді керуеншілер. Оларға да жырын жырлап, мүйізін алып ұшып кетеді. Тағы да бір тебен сатқан адамдарға келіп айтады: «Мен бір жыр жырлайын, бір уыс тебен берсең» дейді. «Жарайды» дейді олар. Оларға да айтып, тебенін алып ұшып кетеді. Біраз ұшып, баяғы әкесінің үйіне ұшып келеді. Қараса, әкесі қой бағып жүр екен. Келеді де жырлайды: «Әкем мені сой де кеш, апам аты қарлығаш, ақ шүберекке түй де кеш, тоғай басына қой де кеш, тоғай басы есіркеп, қанат құйрық бер де кеш». Бұны естіген әкесі: «Шырағым, тағы да бір айтшы» дейді әкесі. «Аузыңды аша ғой, айтайын» дейді торғай. Әкесі аузын аша бергенде торғай бір уыс инені аузына тастап жібереді. Әкесі қақалып табанда өліп қалады. Енді сойғызып етін жеген шешесіне келсе, бір топ әйелдермен әңгіме соғып отыр екен. Тағы да жырлайды. Сонда: «Тағы да жырлашы» дейді өгей шешесі. «Аузыңды аша ғой, жырлайын» дейді торғай. Аузын аша бергенде бір уыс тебенді тастап жібереді. Шешесі де инеге қақалып тұншығып өледі. Одан соң торғай бір үйге келсе, апасы жылап отыр екен. «Әкем мені сой де кеш, апам аты қарлығаш, ақ шүберекке түй де кеш, тоғай басына қой де кеш, тоғай басы есіркеп, қанат құйрық бер де кеш» деп мұңын шағып жырлайды. Сонда әкесі: «Мынау менің қарағым ғой, тағы да жырлашы» деп айтады. «Аузыңды аша ғой» дейді торғай. Апасы аузын ашқанда, торғай бір уыс мүйізін тастап жібереді де, апасы екеуі жылап көріседі. Апалы інілі қартайғанша бірге тұрып, ұзақ өмір бірге сүреді.